заңның бар екенін білеміз ғой, иә? Формуласы қалай айтылады? Дельта О қосылған ішкі энергия мен жұмыстың қосылғаны. Жақсы. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы қандай заң? Жоқ. Табиғаттағы процестердің қайтымсыздығы. Яғни мәңгі двигатель жасау мүмкін бе? Жоқ. Жоқ, мүмкін емес екен, иә? Біз күнделікті өмірде қолданатын көптеген машиналардың түрлері отынның ішкі энергиясын, яғни мұнда біз отын деп отырғанымыз бензин, керосин және сол сияқты отындардың ішкі энергиясын механикалық энергияға түрлендіру арқылы жұмыс жасайды. Жалпы ішкі энергияның ең арзан түрлерінің бірі. Жалпы осылай, отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға түрлендіру үшін бізге қажетті құрылғылар жылу қозғалтқыштары немесе жылу машинелер деп аталынады. Жалпы, жылу машинелер немесе жылу қозғалтқыштары деп жүйенің ішкі энергиясының бір бөлігін механикалық энергияға айналдыратын және соның есебінен жұмыс істейтін құрылғыларды айтамыз. Осылайша адамдарды ерте кезден-ақ жылу машинелері қызықтырып келді. Оны қолданысқа енгізу туралы көптеген зерттеулер жүргізілді. Біздегі бар мәліметтерге қарағанда, ең қарапайым жылу машинасының түрін біздің заманымыздағы 1 және 2 ғасырда Герон Александрский жасап шығарды деген мәліметтер бар. Герон Александрский өте қарапайым жылу машинасының түрін ойлап тапты. Яғни, ол қандай да бір ыдыстың ішіне су құйып, ол ыдыстың жоғары жағынан бу шығатын бірнеше қалақшалар қалдырып қойды. Және де, қай кезде біз ыдыстың астына от жағып, ішіндегі суды қайнататын болсақ, су қайнаған кездегі бу біздегі қалақшалардың өте үлкен жылдамдықпен шығып, біздегі ыдыстың жоғары жағындағы қалақша орналасқан бөлікті айналдырып қозғалысқа келтіретін болған. Мінекей осылайша бірінші жылу машинасы ойлап табылған болатын. Әрине бұл қолданысқа енгізілген жоқ, өйткені оның ешқандай да бізге пайдасы болған жоқ. Дегенмен, сол ғасырдағы өте керемет жаңалықтардың бірі болып табылған. Не көрдік біз? Жылу қозғалтқыштың түрлері. Яғни сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз жылу қозғалтқыштар. Яғни бүгінгі тақырыпта бізде қандай мақсатқа жетеміз? Жылу қозғалтқыштарда энергияның түрлерін сипаттаймыз. Ішкі жылу қозғалтқыштардың бу турбинасының жұмыс істеу принципімен танысамыз. Сұрақтарыңызды оқи қойыңыздар. Жылу қозғалтқыштардың жол тегін зерттейді. Екінші жылу қозғалтқыштардың түрлерін ажыратады. Үшінші жұмыс істеу принциптерімен таныстырады. Осы үш сұраққа жауап бересіздер, презентацияны қорғаймыз. Сіздерде екінші тоқсызда газ және бу турбиналар жылу тарихын зерттейді. Газ және бу турбиналар түрлерін ажыратады. Жұмыс істеу принциптерімен таныстырады. Сіздерде газ және бу турбиналар туралы презентацияны қорғайсыздар. Сіздер үшінші топ қозғалтқыштардың пайдасы мен зиянын зерттейді, экологиялық жағдаятты шешу жолдарын көрсетеді, транспорт санын азайту үшін қоғамдық көліктерді. Осы екі сұраққа жауап бересіздер. Сіздерде постер түрінде дайындайсыздар, иә? Осы сұраққа жауап беріп, қандай әсері бар экологияға, сол туралы жазасыздар. Және осы қазір дискриптор шығарып қояды тақтаға, осы дискриптор бойынша бір-бірімізді топта бағалаймыз. Жақсы. 5 минут уақыттарың бар, дайындаламыз. Іште жаратты қозғалтқыштар, бу және газ турбинасы және реактивті қозғалтқыштар болып үшке бөлінеді. Біз қазір соның ішінде іштен жаратты қозғалтқыштар туралы айтатын боламыз. Ертеде адамдар жұмысты жеңілдету үшін өздерінің жұмысты жеңілдететін оңай құрылғыларды ойлап тапқысы келіп және оларды істеуге тырысты. Энергиясының бір бөлігі механикалық энергияға айналдыратын және соның әсеріне жұмыс істейтін құрылғыларды айтады. Несен қозғалтқышын жасаған ол Жан Этьен Бенуа деген ғалым. Цилиндрден тұрады. Және де иіндік біліктен тұрады. Екі клапаннан тұрады. Сосын мына жердегі свечадан тұрады, шамнан тұрады. Содан кейін барып, мына жерде тоңазытқыштары, яғни олар металл қызғанда оны қызып кетпеу үшін мұзартып тұрады. Яғни одағы жылуды өзіне
көбіне қандай отын түрлері қолданылады? Іштен жану қозғалтқышы қай жерде бар, қай жерде кездесесіңіздер? Машиналар. Көбіне қандай отын түрлері қолданылады? Жұмыстық дене деп атайды олар. Бензин, газ, дизельдік отын, мына айтып кеткен, иә? Топтың маған түсіндірген ұнады, жақсы түсіндірді. Мына екі сұраққа жауап бере алды ма? Зерттеу тарих туралы, түрлері туралы. Неше балл қоясың? 5 баллды неше балл қоямыз? 5 баллды 5-еу деп қоямын. 5 баллды 5-еу қоямыз. Жақсы. Қыздырылған және де бұлғақты және иінді біліктердің жәрдемсіз тікелей айналдырады. Және де бұндайды біз бу және газ турбиналары деп атаймыз. Екі корпустың турбинасы, бірінші жоғары қысым корпусы, екінші лабиринттік тығыздығыш, үшінші кертес доңғалағы, төртінші жоғары қысым және тағы басқалары. Рекурсивті қозғалыш дегеніміз қазіргі таңда кеңінен таралған және қолданылады. Және ғылыми дене дегеніміз ол ғылымда реактивті қозғалыс деп дененің бір бөлігінің және одан қалған бөлігінің картасын айтады. Реактивті қозғалыс қай жерде қолданылады? Ракеталарда, ұшақтарда, ракеталарда, ракетада бізде от жаңадан істейді, қалған бөлігін тастап кетеді жерге, оның қалған бөлігі ұшақтың реактивті қозғалыста осы жылу қозғалтқыштың түрлеріне жатады. Міне, мына жерде көрсетіп кетші, мысалы, біріншісі, екіншісі лабиринтті тығыздағыш, 3 бесінші жалғастырушы мұздар, алтыншысы төменгі қысым жақсы. Жаңа бағалау критерий. Мен бұл топты өте тамаша деген бағалай аламын. Яғни олар жақсы айтты, жалпы бірге дайындалғандары көрінікті, және де берілген сұрақтарға да жақсы жауап берді. Яғни оның шығу тарихын да айтты, және де осы газ және бу турбиналарының түрлерін ажырата білді. Яғни мен оларға 5 баллдың 5-ін де қоя аламын. 5 балл. Экологияның зияны машиналардың түтіні ауаны ластайды. Іштен шының яғни экологиялық зардаптар ауаны ластайды дейді бірінші. Одан кейін пайдалы заттарды қолдану. Транспорт санын азайту үшін қоғамдық көлікпен бұл мәселені шешу жолдары, иә? Отандық өнімді қолдану дейді. Сосын Күніне келсемен жұмыс істейтін желді пайдалану. Және жасыл ел бағдарламасын дамыту мақсатында білім ландтағы тапсырмаларды орындайды. Бірінші сұраққа жауап беретін бізде Нариса Селева. Сұрақ тоқтылы. іштен жану қозғалтқыштардың қызметі қандай? Төрт жауаптың біреуін белгілейміз. Іштен жану қозғалтқыштардың қызметі қандай? Қайсы жіберейік? Сол ма екен? Тексерейік. Қате ма? Қате, иә? Яғни іштен жану қозғалтқышы қызметі қандай? Қандай энергияға айналдырады? Тексерейік. Дұрыс екен. Яғни мына үшеуі жылу қозғалтқышының түрлеріне жатады. Жақсы, ары қарай. Келесі сұрақ. Іштен жану қозғалтқыштардың циклы қандай? Неше циклдан тұрады? 4 циклдан тұрады. Әсем тұрмыш қандай? Бірінші сору, қыздыру, жұмыс жүрісі, шығару. Екінші сору, жүрісі, шығару. Қай жауап? біріншісі. Екінші жауап. Бұрамызда? Дұрыс, екінші жауап. Бірінші тақты сорады, екінші тақты Жұмыс жүрісі. шығарды, үшінші жұмыс жүрісі. Шығару. Келесі сұрақ. Мына жерде 3 бөліктен тұрады дейді, соны көрсетуіміз керек. Дұрыс жауаптар саны 3. Негізгі бөліктері. Қандай бөліктері? Бір жарым
Сығу ма? Soru mu? Сығу. Сығу. Kızıl kıştan жұмыс денесі берген энергияның бір бөлігін алады. Kızıl kıştan энергияның бір бөлігін алып, оны толығымен жұмыс денесіне береді. Өзінің барлық энергиясын kızıl kışқа береді. Kızıl kış берген барлық деп ойлайсың. Қыздырғыш бер. Қате екен. Тоқпат. Так, және бұл, иә?